Осы BMW семерканы қаншаға істедіңіз? Қаншаға істегенде еңбек ақын $1000-ға істедім. Бір бампер, бір деталь қанша істейсіздер негізі? Деталь енді ол да әртүрлі, минимальный 30-35 мың теңге. Я машина сатып алып, аварийный или болмаса кішкене жұмыс бар машина алып, оларды істеп сатып, арада қосымша доход болды. Олардан да примерно даже 2 миллион теңге табады, короче, жігіттер. Возможность болды Кореяға барып істеуге, басқа жерлерге. Сол жақта тапқан ақшаны, даже одан көп ақшаны істейтін болсаң, осы жерде табуға болады. Үйде, иә? Иә, үйде табуға болады. Әрине. Кез келген адам, қызығушылығы бар адам келсін, үйретеміз, ол қолдан келгенше. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. When some boys in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my beats, you get a Ал құрметті достар, міне біз бүгін ақыр 1,5 айдан бері түсіріп, осы машинаға әйтеуір бітті. Мына Хусниедин братқа, Кастаправқа келдік. Осы жұмысына бүгін көріп таңғалып жатырмыз өзіміз. Машина өзі негізі идеальный шыққан. Салондағыдай. Өйткені не дейді, қаншадан бері машиналарды зерттеп жүрміз ғой, Кастаправта зерттеп жүрміз. Мен де өзім қанша машиналар істеттім. Бірақ бұнда идеальный, не дейді, идеальный істеткенде әлі көрмеппін. Хусниедин, ассаламу алейкум. Уалейкум. Қолыңызда дәрт көрмесін. Осы салаға үйренгеніңізге қанша уақыт болды? Негізі 4-5 жылдай уақыт кеткен. 5 жылдай кетті, максимальный да енді. Мен байқағаным уже негізі бір 4-ші рет келіп жатырмын да, гаражыңызға да. Бір өзіңіз істейсіз, жұмыс? Иә, жалғыз өзім. Шәкірттеріңіз, помощниктеріңіз жоқ? Жоқ қой, онда қазір жас балдар жалқау ғой, біз келмейді онда. Негізі келіп үйренсем болады ма деп сұрай ма, негізі келеді ма? Болады. Келіп сразу ақшасын сұрайды, қанша бересің деп та. Бұлай қызықпайды, иә? Қызықпайды да, қазір балдар бәрі. Құрметті достар, көрдіңіздер ма? Негізі сұранысқа, мысалы, Кастаправ сұранысқа ие сала. Оның сезоны негізі қыста, күзде не деп ойлаймын? Гололед кезде, иә? Сезон емес қой. Сезон жоқ па? Любой машина тола ғой. Жоқ, біз қыста көреміз ғой, жаңағыда машиналар көп. Енді қыста аварийный машина көп болады. ДТП көп болады. Бір машинаны қаншаға бояйсыз? Бағасы или маркаға байланысты ма, или обязательно маркаға байланысты. Мысалы, әр машинаның объемы әртүрлі да. Мысалы, ол семерка объемы үлкен да. Гольфтермен салыстыратын болсаң, екі гольфтың краскасы материал кетуі мүмкін. Екі машинаның материал кетуі мүмкін да. Уақытта солай да. Сонда ғой, объемына байланысты, и материалына байланысты әртүрлі ғой. Цветіне байланысты машинаның. Мына қазір көріп отырмын да, мен өзім жақсы не қыламын да, шелдеріне бір идеально келтірген, мына даже мынау не дейді, переход от крыла до капота дейді да. Переходтар бір идеально шыққан. Есіктерді бағана байқадым да. Негізі ана кез келген адам сол нелерге қарайды ғой негізі. Зазорларға қарайды ғой. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Есіміңіз кім болады? Рашид болады. Алдында машинаға қандай ДТП-лар болған еді? Бір рет ДТП болды. Жанынан кеп соқты. Қай жағынан? Оң жағынан, пассажирный жақтан. И потом істедік. Хусниединге рахмет. Істеп берді бәріні. 1-2 ұсталарға бардық. Қолымдан келмейді. Материал қатты деді. Хусниедин істеп берді. Өзім досым. Қанша күнде істеп берді сізге? Примерно 2 ай болды. Шығарып берді, нормальный бәрі. Жұмысына жалпы ризасыз ғой, негізі? Иә, риза. Жақсы шықты машина, көңілдегідей шықты. ДТП болғаннан кейін қанша не кетті, расход кетті сізге? ДТП-дан кейін примерно 800 мыңдай кетті. 800 мыңдай кетті. Миллионға жетпеді. Әдемші, мынау қандай цвет негізі? Бағана қарасақ бір қара цвет, бір қарасақ көк цвет. Негізі бұның цветі басқаша болатын, темно-синий да, обычно да. Біз оған әзгіне өзгеріс кіргіздік. Енді негізі қара черный болып тұра береді, неде далаға шыққандар. Осындай цветті күнге шыққан кезде фиолетовый оттенок береді да бұл. Хамелеон екі түрлі цвет береді. Почти сондай. Астына бірінші фиолетовый краска шашылған. Басына видеода да түскен шығар. И сосын үстінен басқа цвет шашылды сондай. Клиенттерге цветтен мысалы машина бір кездерде қызыл болады. Оның қызыл жаңағы металлик қылып шығарып болады, дұрыс па?
Оны сіз өзіңіз ұсынасыз ба цветті? Давай былай істейік. Жаңа клиентке подход жасап. мен айтамын ғой, енді оны маған да жақсы шыққан жақсы ғой машинаны да. Клиент. Өзім предлагать етемін, мысалы өзінің цветін өзгертуге, былай істесек жақсы шығады, мынандай варианттарды айтамын. Енді кейбіреулердің қалтасы көтермеуі мүмкін материалды. Осы BMW семерканы қаншаға істедіңіз? Қаншаға істегенде еңбек ақын $1000-ға істедім, материалын бәрін хозяин алып берді. Енді материалына да сондай ақша кетті десе де болады. Нормальный. Примерно где-то 400 000 теңге, 420 шамасы. Иә, сондай. Қанша уақыт кетеді? Негізі егерде сіз просто негізі байқадым, есіктің алдыңызда өте машина көп. Сіз бұны былайдан кірісіп істеген жоқсыз да негізі. Тиіп қашып істетті. Біз потому что бұл видеоны негізі 1,5 айдан бері түсіріп жатырмыз. Ол құпия емес та. Біз жаңағыда ол Хуснедин брат бізге звондайды, жаңағы келіңдер түсіріңдер, жаңағыда детализациялардың барлығында. 1,5 айда емес, негізі қанша уақытта бітіруге болады егер кіріссеңіз? Енді кірісіп, мысалы, 2 адам болып, мысалы, істейтін болса, негізі 2 адам болған жақсы, көмектесу, бір адамға қиын енді. Хозяинның өзі де келді, досым да келіп кішкене көмектесіп тұрды, анау. Негізі кірісіп істейтін болса 20 күн, бір айда бітеді машина, 20 күн, бір айда. Енді арада мелочь машиналар болады, братандар, туысқандар, срочно істеп бер дейтіндер, енді амал жоқ дей алмайсың да. Арасында обязательно кіргізіп жібересің. Арасында болады да ондай да, енді амал. Өйткені бір машинаға қарап қая алмайсың да ол. Бір бампер, бір деталь қанша істейсіздер негізі? Деталь енді ол да әртүрлі, минимальный 30 000, 35 000. 30 000 теңге. Сондай материалмен. Бір айда, мысалы, бір машина істеп жатыр, мысалы, 20 күнде сіз бір машина істеп жатсыз. Арасында қанша деталь кіргізіп жібересіз? 5-6. Нақты айта алмаймын. Примерно, да, ол случай? Кіре береді ғой, нақты айта алмаймын. Где-то 8 деталь кетеді. 8 деталь, средний 25 000 теңгеден 200 000 теңге, плюс осы BMW семерканы 450 000 теңге жасады, жалпы 700 000 теңге. Нақты ол еңбек ақыңыз. Ол сіздің ақшаңызды есептеп жатқан жоқпын. Біздің жұмысымыз кәсіпкерлік құпиясын ашу. Машинаның жалпы өзінің құны негізінде қанша теңге тұрады? Білмеймін, енді 4 миллионға бермегем. Қазір 6 миллионға да бермеймін. 6 миллионға да бермеймін. Ал егер ДТП болғаннан кейін уже, мысалы, ДТП болғаннан кейін ол бағаға тура сол бағаға сата аласыз ба енді? Неше түрлі мамандар бар ғой, машинаны тексеріп, өзін шпатлевкасына дейін, красленгеніне дейін тексеретіндер бар ғой. Енді бұл қорқатын жерім жоқ. Бәрі заводской жерінден істелген, бәрі заводской жерінден уланған. Шпаклевка пашты жоқ десең де болады. Любой кассаправ, любой жағын тексере берсін. Бәрі заводскойдай шықты, құдай қаласа, заводской жерінден. Енді кез келген жаңағыдай жастар болсын, мен өзім қызығам кассаправта, бірақ мелочный жұмысқа нервім шыдамайды да. Терпение керек болған, үйренуге уақыт керек болған. Енді оңай жұмыс емес енді. Бірақ мен өзімнің хоббиім, маған ұнайды өзім жұмысым, өзім ризамын осыған. Қосымша нелер де бар да, мысалы тек клиент машинасы емес, өзімнің машиналарым да бар да. Базарға дайындап, алып шығып, арада машиналарды сатып, олардан да доход келе береді, мысалы. Сіз өзіңіз даже үй машина істетіп сатасыз, иә? Машина сатып алып, аварийный или болмаса кішкене жұмыс бар, машина алып, оларды істеп сатып, арада қосымша доход толды. Олардан да примерно даже 2 миллион теңге табады, короче, жігіттер. Машина енді өзіңізге жалпы, мен де өзім көріп шықтым, керемет, маған да ұнап тұр жұмысы Хусидин. Келетін клиенттерге не айтарыңыз бар? Машинасын боятамын деген адамдарға. Енді келетін адамдар болса, ешкімнің басынан өтпесін, мұнда авария болатын жағдайда кесін істеп береді. Жұмысы маған ұнады. Бәрі жақсы келістіріп істеп береді. Яғни осы кассаправ саласын, мысалы, кез келген университет оқыған адам 4 жыл оқиды, дұрыс па? 4 жыл оқиды, диплом алу үшін, оған еще ақша төлейді. Мысалы, кемінде бір дипломға 400-500 000 теңге төлейсің жыл сайын. 4 жыл уақытыңды кетіресің, дұрыс па? И оған істемейді жұмысты. Ол алады сандықтың түбіне қойып қояды. Бірақ басқа жұмыс, жаңа стройкаға кетіп қалады, болмаса басқа нәрсеге кетіп қалады. Бір жыл егерді
сіздің қолыңыз істесе, енді бір жыл болғанда енді может жақсылап қолынан ие болып келсе, бір 6 айда шығаруға болады ма шәкірт? Сіз сияқты қолыңыз жаңағы ұстап шығара аласыз ба? Балдардың қызығушылығына байланысты да олшы. Өзінде қызығушылық, ынтылыс болсашы тез үйреніп кетеді. 1 жыл, 2 жылда үйреніп мастер болып кеткен балдар достарым бар негізі. Енді мен өзім досконально үйреніп, соңына дейін өзім 4-5 жыл жүрген. Ұстазыма не қылып көмек болсын деп дәлше. Ең бірінші рет сол ұстазым Фаруқ ағаға рахмет айтқым келеді. Осындай нан тауып жеуді үйреткен маған. Атак сол ғой енді. Бірақ мен Кореяға барып, ана соны достарым барады, маған да пригласить еткен. Возможно болды Кореяға барып істеуге, басқа жерлерге. Сол жақта тапқан ақшаны, даже одан көп ақшаны істейтін болсаң, осы жерде табуға болады. Үйде, иә? Иә, үйде табуға болады. Үйде гаражда отырып, өзінің үйінде, өз үйін өлең төсегін дейді ғой. Сол сияқты Балашағаның қасында. Иә, осындай бір гараж. Где-то 8-де 4 примерно, иә? Иә, сондай. 8-де 4 гараж соғып, осындай саланы үйреніп алсаңыз, примерно 1,5 миллион, 2 миллион теңге жасауға болады. Құрметті достар. Сізге мысалы біздің көрермендер, біздің подписчиктерден мен осы братаннан үйренсем, үйретеді ма, мен оған ақша беріп үйренсем, мені үйретеді ма деген сондай сұрақтарға не деп жауап бересіз? Әрине, кез келген адам, қызығушылығы бар адам келсін, үйретеміз, қолдан келгенше үйретеміз обязательно. Примерно қаншаға үйретесіз? Мысалы сіздің қасыңызда жүреді. Бір жыл жүрем десе, мысалы, бір жыл жүремін қасыңызда, жаңағыдай мен жаңағыдай боқтасаңыз боқтай беріңіз, бірақ үйренемін. Қолыңыздан жаңағыдай не дейді? Доғаңызды алам дейді ғой енді. Енді оны нақты бірдеңе деп айта алмаймын. Реально қызыққан балалар болса. Келсеңіз, иә? Иә, ол құпия, енді өзіме личкама шыға берсін, сөйлесеміз оны. Ана, құрметті достар, біз осы 2 апта алдында сөйлескенбіз осы темаға да. Яғни келеді дейді, кетеді дейді да. Адамдар келеді, ақшасына қызығады, қанша бересің дейді. 3 мың, 5 мың алады, көп болса, нелерді, жәрдемшілерді. Ақша қызығады да, құрметті достар, ақша қызықпаңыздар. Сіздер лучше уақытты 1 жыл кетіңізде. Так ол тиктокты көріп, жаңағы приколдық вайнерлер көріп, так уақытыңыз кетіп жатыр 1 жылда. Мысалы, егерде есеппен есептесең, жаңағы 24 сағатта біз 8 сағатта әшейін құр босқа уақыт өткізіп жатырмыз. 1 жылда жақсылап егерде кірісіп осы саланы меңгерсеңіз, керемет нәтижеге жетуге болады. Осы дворда енді қазір түсірейін десек, жаңағыдай қараңғы болып қалды да, есіктің алдында 5-6 машина тұрады, клиенттер очередьте, бәрі жаңағы сабырлықпенен тастап кетеді, кілтін тастап кетеді. Құрметті жаңағыдай Құснедин брат келіп, мен машинаны істеші деп та, өздері басқа машина жаңағыдай жалдап кетіп қалады. Сол үшін, егер де осы Костоправ саласы, егер сіз қызығатын болсаңыз, міндетті түрде үйреніп, үлкен нәтижеге жетуге болады. Ал жұмысыңызға сәттілік, берекет тілеймін. Suppose there are times when you're feeling unfound. Suppose there are days when your colors touch the ground. That's when you call me and know just what to say. We go out and on the night, we jump and touch the light. We dance and we don't sleep until we die. We don't have to worry, drink up the night, it's early. Keep dancing, dancing, just running right. We'll be right back.